Мен саған сонша үміт артып жүрсем, сенің істеп жүргенің мынау ма? Өзіңдей жұрттың балаларына қараш. Досым, саған ақыл айтып шаршатып қой. Қашан адам боласың? Сен қазір қашан айтасың, Адам болмайсың. Сенен үміт жоқ. қайда жүрсің бауырым? Атаңнан үміт артып отыр. Боласың сен. Дәурен, тұрсаңшы. Тұрттың баласы. Тұр, съемка басталды, кеттік. Все, нормально ма бәрі? Ұйқым ашылды ма? Кеттік, все, бастаймыз. Начали, кеттік. Баршаңызға сәлем. Есімім Еркебұлан, бұл Алама Лайф. Бүгінгі бағдарлама өте қызық болмақ. Себебі біз сату жайлы айтатын боламыз. Сату... Нормально, түсірші, қарасай. Нормально ма? Кеттік. Бүгінгі біз сату жайлы айтатын боламыз. Ендеше алда көретіндеріңіз қалай? Нормально ма? Брат, оны қайтып түсіру керек басынан бастап. Қойшы. Сен жаяу жүруден шаршамадың ба? Қойшы. Аш жүруден шаршамадың ба? Қойшы. Алло, Джайсик, досым. Қарызға 10 мың теңге бере тұршы, срочно керек болып тұр. Бір аптадан кейін қайтарам. Я. Сенде жоқ па? Ладно, давай, брат. Көрсеміз ба? Қарызға ақша сұраудан жалықпадың ба? Шынымды айтайын ба? Жалықтым. Одан да аламанды оқымайсың ба? Қойшы. Қойшы. Сенің еңбек етуіне кедергі болып жүрген бір ғана сөз. Бизнес бастау компаниясының өкілдіктері Қазақстанда 19 аймақ бойынша жұмыс жасайды. Егер сіз өзге қалада тұрып, Алматы қаласына оқуға келетін болсаңыз, сіздің игілігіңізге бизнес бастау компаниясы 2 хостелді ұсынатын болады. 2 хостелда сіздің білім алуыңызға барлық жағдай жасалынған. Ең бастысы, білім алуға деген ниетіңіз болу қажет. 2 миллион доллар менде минуста болдым. 2006 жылдары, мысалы, 2 миллион доллар көз алдың елестеткенде, қазіргі ақшамен 800 миллион минус. Ана Трамптың айтатыны бар, әйелім екеуміз келе жатқан кезде, бізге есімде жоқ 3 миллиард па 9 миллиард минуста жолдым дейді, доллар. Содан кейін бір ана көшеде бір қайыршы отыр екен дейді, соған мен 1 доллар ақша бердім дейді. Енді қайыршыға қалтасында бар ғой, қалай дедім остаток ақша. Сонда әйелім айтты дейді, жынды, нең, анау бізден 9 миллиардқа бай деп айтты дейді. Ананың бойында қарыз жоқ, анау бізден 9 миллиардқа бай, біз анадан 9 миллиардқа кедейміз, өйткені мойнымызда қарыз тұр. Дәл сол кезде менің баспанам болғанмен, мен сендерден 2 миллион долларға минус қайыршы болдым. Әрқайсылар менен 2 миллион долларға бай болдыңдар. Бірақ сол балшықтан шықтым. Сол кезде ойлаймын, қалай сол батпақтан, қалай сол мойнында қарыздардан шыға алдым. Қалай мен, мысалы кезінде Италияға барып, Түркияға барып, ауылдан шыққан қарапайым қазақтың баласына не көмектесті? Маған көмектескен осы рухты өлеңдер, осындай фильмдерді көп көрдім. Кез келген проблеманы білетін адамнан сұра. Маңдайыңа жазып ал, сұрай бер, білетін адамнан сұра. Енді ең білгіш адам кім? Ака бар, бір ака бар. Google ака 99% сұрақтарының сендерді Google шешіп береді. Google'ға забивать етіңдер 99% сұрағыңды, 99 демей қайын, 90-95%-ді Google'дан тауып алуға болады. Тегін Google ака, есек, аттың астындағы, сиырдың астындағы сағдарды, сідік араласқан жемді жейді. Неге екен білмеймін, мен есегім болды, көкшеп жемейді. Сондықтан қойған Буриданов Асеол деген қабылдап жүреді. Ананы мекен, алу да істеу керек. Сенің өмірің, сенің қабылдаған шешіміңнен тұрады. Осы уақытқа дейін сен қандай жағдайдасың, осы уақытқа дейін сен қандай шешімдер қабылдадың, сол сені алып келді. Енді сенің өмірің өткен емес, қалғаны. Осыны ұмытпаңдар. Енді менің өмірім өткенде өкінген қою керек. Өтті, кетті, ештеңе түзете алмайсың. Қалды. Енді менің өмірім қалай болады? Мен қандай шешім қабылдаймын, солай байланысты. Көзім жұмылғанша еңбектенем. Өмір мәні еңбек. Содан ләззат алып үйрену керек. Соны әбден санаға сіңген кезде адам жұмыстан қашпайтын болады. Алама Лайфтың 4-ші бөлімінде біз
сатылымды қалай дұрыс жасау қажет және де клиентпен қалай дұрыс сөйлесу керек екенін үйрететін боламыз. Роза аламыз, роза. 700 теңгеден, 600 теңгеден роза аламыз. Келіңіздер. Ассалаумағалейкум, қалай болдың? Не болды, настроениең жоқ қой? Ақша жоқ, клиенттер жоқ, бас қатып кетті бар ғой. Қайдағы бүгін нормально болып отыр ғой клиент? Келет, келгенімен алмай кетіп қалады. Алып отыр ғой? Түрте бермеші андағыларды. Роза. Роза жоқ менде. Бар ғой, брат, сенде роза. Алмайды полигон. Брат, келсей менде бар роза, нормально. 700 теңгелік ағынан жүр, көрсетем мен саған, жүр. Осының ғана саудасы өте береді бар ғой. Сіздің кәсібіңіз клиенттің қандай проблемасын шешеді, немесе клиентке қандай пайда алып келеді? Өз мақсатымызды анықтаған кезде бізге сату өте жеңіл болады. Сату оңай ма, әлде сатып алу оңай ма? Қайсысы жеңіл? Сатып алу жеңіл, көпшілігімізге. Демек, онда біз адамдарға, онда біз сату керекпіз. Оларға сатып алу жеңіл ғой. Көпшілігіне сатып алу жеңіл. Адамдар бұрынғы кезде сатып алған кезде қалай сатып алатын? Сұлуынан жылуы деп сатып алатын да. Қазір онлайн жүйесі өткендіктен бізде талап одан сайын күшірейе бастады. Жылуы да болу керек, қазір сұлуы да болу керек, сапалы да болу керек, бағасы да болу керек та. Қазір талап шынында өте көбейе бастады. Сату өнерін мен бұлай қабылдадым. Адамдарға көмектесу деп қабылдадым. Сол кезде маған жеңіл болды. Сатам дегеннен қарағанда көмектесу жеңілірек болады, көмектескен кезде ең бірінші не аламыз екінші адамнан? Дұрыс айтасыз, алғыс аламыз. Екінші ақша аламыз. Сатушының айырмашылығы осы, басқа адамдарға көмектесіп алғыс аламыз. Екіншісі ақша аламыз. Бұл арқылы клиентке де пайда, сізге де пайда. Осы екі пайданы алады екенбіз. Егер адамда хабарласып тұр, сіз сатам деген ниетпен хабарласқан кезде екінші адамға мынандай волна кетеді. Ал деген волна кетеді да, сатам деген кезде. Өздеріңізде білесіз ғой, клиент хабарласқан кезде тықпалайды ғой. Бұлай ал, сізге жаға ма, жақпай ма? Жақпайды. Тура сол сияқты, бір магазинге кірген кезде де қасыңа келіп тұрып алады ғой, анан ал, мынан ал деп жақпайды адамға. Тура сол сияқты бізге бірден сатса адамға жақпайды екен. Телефонда да тура сондай, ол екінші адамға беріледі энергетикалық тұрғыдан. Сондықтан да көмектесем деген ниетпен сөйлесек, сондай дауыспен сөйлесек, онда біз кез келген затты, кез келген бағада адамдарға не істей аламыз? Сата аламыз. Және бұл күлімдеудің тағы бір психологтар ашқан сыры, жалпы сіз өмірде күлімдеп жүрсеңіз, немесе кез келген адамды көрген кезде бірінші өзіңіз күлімдеп амандассаңыз, екінші адамның миына мынандай сигнал, жақсы сигнал барады екен. Мына адам мені көрген кезде қуанады екен деген сигнал барады екен да, ертесі күн сізге бірінші өзі барып амандасып жүреді. Мына кісі мені көргенде қуанады екен деп жылылық сезінеді екінші адамнан. Құрметті аяз-ата, маған жаңа жылға сізден сыйлық ретінде iPhone 11, дәу қуыршақ, әкеме жаңа көлік, анама шуба керек емес. Оның барлығын өзім алғым келеді. Ол үшін мен аламанға қатысамын. Айтпақшы, аяз-ата, осы видеоның астына телефон нөміріңізді қалдырсаңыз, аламанға 30% жеңілдік береді екен. Аламанға 30% жеңілдік дейді. Ондай болса, видеоның астына нөмірімді жазып кетейін.